Сәлем қыздар, бүгін сіздермен осындай өте дәмді, әдемі болып көтеріліп шығатын кекс дайындайтын боламыз. Видеоның соңына дейін қарап менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен құрғақ таза ыдысымызға жұмыртқаны салып, оның үстіне қантты салып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Сосын оған сұйық майды құямыз, қаймақты құямыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Сосын оған ұнтақ жармасы, яғни манная крупаны саламыз. Сосын ванильді қантты салып, жақсылап араластырып аламыз. Үстіне ұнды салып, сосын қопсытқышты салып, жақсылап араластырып, сұйық қамыр дайындаймыз. Қамырдың азырағын алып, екі бөлікке бөліп аламыз. Біреуінде көбірек, біреуінде азырақ болады. Азырақ бөлігіне какао араластырып аламыз. Қалған екінші бөлігіне грек жаңғағына аздап майдалап, сосын мейізімізді қосып араластырып аламыз. Кекс салатын формамызды майлап дайындап аламыз. Оған қамырымызды саламыз. Үстіне какао араласқан қамырды салып, үстіне тегістеп қоямыз. Сосын 180 градуста қызып тұрған пеште 20-25 минуттар арасында пісіріп аламыз. Міне біздің кексіміз дайын болды. Үстіне қант ұнтағын сеуіп әсемдеп қойдым. Сіздер өздеріңіз қалауларыңызша тағы да шоколад не болмаса қоюландырылған сүт құйып әсемдесеңіздер болады. Өте дәмді болып шығады, жұмсақ болып балалар сүйіп жейтін кекс болады. Дайындап көруге кеңес беремін. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер.